Сәлем достар, сіздермен бірге мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Біз бастаймыз. Сәлем. Сәлем. Есімің? Аяулым. Аяулым, жасың қаншада? 14-те. Есімің? Дәуірбек. Дәуірбек, танысқаныма қуаныштымын. Жасың қаншада? 16-да. Есімің? Ақжібек. Жасың қаншада? 12-те. Есімің? Аяна. Жасың қаншада? 11-те. Есімің? Кәусар. Жасың нешеде? 10-да. Жасұлан, сенің жасың қаншада? Менің жасым 8-де. Есімің? Айша. Айша, жасың қаншада? 9-да. Есімің? Аруай. Аруай, жасың нешеде? 9-да. Есімің? Айсұлтан, Маратов Айсұлтан. Жасың нешеде? Осы августтың 27-сіне 12-те толды. Есімің? Мұса Али. Жасың қаншада? 14. Актер деген кім? Жалпы. Актер деген өзінің маманының шебері және де киноға түсіп, бағдарламаларға түсіп, де өзім ойымша солай деп ойлаймын. Актер деген кино түсіруші. Түсіруші? Сол киноны ойнап, шынында ойнай өткен адам. Актер ол жұлдыз адамдар ма? Менің ойымша актер деген танымал болу және де неше түрлі киноларға түсу. Актер деген біреудің ойынша ол халыққа тәрбие беруші дейді, біреулер бұны көбісінен сұрасаң әртүрлі жауап береді. Менің ойымша актер ол актер. Өмірдің өзі, біз өмір сүріп жатқан адамдардың өзі актер өмірде. Мен үшін актердің өзі ол ешқандай да халыққа тәрбие беруші емес. Мен үшін актер. Актриса деген киноға түсіп, өзінің өнерін көрсетіп жүретін адам. Бір рөлді ойнап шығу керек та. Сондай. Олар киноға түседі, сахнаға шығып өнер көрсетеді өздерінің өнерлерін. Мысалы, театр қояды. Кино түсіретін адам, блогер. Жалпы қандай өнерің бар бізге қазір көрсете алатын? Менде таппақ, өлең. Солар. Давай. 3 бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ нарқымның алтын кенін. Ал екінші бақтым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілім едім. Ал үшінші бақтым отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, қымбат қойланбай-ақ кел дағы отал менен. Бауыр керек, өмірде сырласатын, сыйласатын, өзіңше үн қосатын. Сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздермен арланатын. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырлар сөз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Қыз бала күнге сай болып, толықсын тұрарым ай болып. Қарақат көзді қасына, қарайсын көңілім жай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертең өзгені бол. Менде сенде қызғана біл. Тамаша. Мұқағали Мақатаев, шыда. Шыда. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұна өмір ұнатады. Үміттің құлан иек құлатаңы, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге.
Кешірім деген не? Кешірім деген ол бір бұзықтық жасап қойғанда, біреуге тиіскенде кешір деп айтады. Адамды ренжітіп, сөйтсеңіз кешірім сұрап, сөйту керек деп ойлаймын негізі. Адамнан кешірім сұрап, сөйтіп жүріп, кешірім сұрайсың. Сол біреуді ренжітіп қойсаң, соны кешіру керек, сондай. Сен біреуді ренжітіп қойсан, сен оны кешіру керексің. Точно ма? Адамды балағаттап, немесе адамды ренжітіп қойсаң, сол кезде кешірім сұрасаң болады. Кешіріңіздер деген сияқты да. Кешіріңіздер деген сияқты. Кешірім сұрау жалпы біреуді ренжітсең, біреуге бір сөз айтсаң, ол кешірді мысалға сұрайсың. Мысалға солай қабылдауға да болады кешірімді. Кешірім деген адамды кешіріп, кейде оған көп не істесем, оны кешірмеуі әбден мүмкін. Мысалы, біреу сенің бір нәрсеңе тиісіп қойса, бір затыңды алып қойса, соны саған, сен оған қатты өкпелеп қалсаң, ол кешірім сұраса, кешіруің керек. Достық деген не? Ол сенің жан досың, ол сенің досың, керек кезде көмектесіп жүретін адам. Достарымен ойнайтын достық дейді. Достық деген ол досыңа адал болып қиналған кезде қасыңнан табылса, және де көмектесе біліп адал болу. Мен үшін достық деген өздерінің қандай нәрсеге талпынса, соған көмектесіп, өзіне шындықты айтып, егер де досына жаман бір мінез көрсе, соны айтып, сөйтіп бір-біріне көмектесіп жүру деп ойлаймын. Ол достық деген бір-біріне көмектесетін, адал, бір жерге құлап қалса тұр деп айтатын адал досты айтады. Ол достық деген бала кезден дос болып, содан үлкейген кезде дейін дос болсаң, ол сол өте жақсы болады. Өйткені естен кетпес оқиғалар болады жерде. Сондай солармен ойнайсың, күлесің. Ол жаныңда жүрген айналаңдағы достарың, достық. Мысалға дұшпандарың саған келіп, дос болып жүріп арқаңнан сатып кететін, ол мысалға бәрі достыққа жатады. Енді бір-біріңді сатпайсың. Кішкентай кезінен бастап араласасың. Бір-біріне көмектесесің. Қиын кезде жанынан табыласың. Достық деген сол. 1 маусым балаларды қорғау күні. Оны не мақсатпен ойлап тұрды? Ол кезде адамдар соғыстардан келді, сол кезде балаларын қорғап дегендей. Адамдар балдарын қорғап, балаларына ұрыспай, мейірімді кешіріммен қарап. Балалардың көңілін көтеру үшін балаларға баста мейрам жоқ. Балаларды қуантып, ата-аналары әр жерге апарып ойнатып, солай істеу деп ойлаймын. Ақшалай беру арқылы қорғауға болады, қуантуға болады мысалға жетім жесірлерге көмектесіп деген сияқты, алғысын алып деген сияқты, сондай мақсатта қойылған шығар деп ойлаймын. Балалардың көңіл күйіне қатысты, ойынына қатысты, сондай шығар. Анау балаларды қалайтсам болады, қорғап, не істеп, ешкімге тиіскізбей, кішкентай балаларға зорлық көрсетпей, зомбылық көрсетпей деп ойлаймын. Біз ол кезде ойнаймыз, інілерімізге көмектесеміз, бір үлкен жер, бір қолы жетпей тұрған жерде көмектесеміз. Біз інімізге көмектесіп, қасымызға ертіп жүреміз. Балалар біздің болашағымызды бекер айтпаған. Балаларды қорғап, өздер кейін олар қартайған соң біз де оларға кейін қарайтын боламыз. Егер саған бір супер қабілет ұсынса, қайсысын таңдайтын едің?
маған супер қабілет ұсынса ойымдағының бәрі болуды қалайтын. көзге көрінбеу. Аха. Мен көре алмаушылық адам жоқ Көзге көрінбеу. көзге көрінбейтін яғни Телепорт жасау. Көрінбейтін жер. Көзге көрінбеу. Иә. Барлық адамдарды құтқарып жүретін. Құтқарып қалай? Қандай Мысалы, супер қиын жағдайда қалдыртпай, жол апатына ұшыратпай, көзге көрінбеу. қабілет? Көзге көрінбеу. Өз басым ән айтуды жақсы көремін, сол әнді. Жақсы дауысты тыңдайтын едім. Егер де сенің ата-анаң айтқанның бәрін істеп береміз деп айтса саған, не істеткізетін едің бірінші? Мен ата-аналарыммен қыдырушы едім. Микрофон сұраймын. Микрофон? Өзіме тәттілерді. Америкаға билет сұрайтын едім. Менің ұнаған затым ол лейс. Лейсті мен ұнатамын. Лейс? Чипсы ма? Армандап жүрген нәрсен жоқ па? Дүниеге қыз алып келіп беру сұрайтын едім. Өзіне сыңын сұрайтын едің ба сонда? Тамаша. Енді атамның қатты қиналғым келмейді, сондықтан өзімнің сол кезде қандай ойымда қандай нәрсе болады, соны сұрайтын едім. Бірінші ойыма қандай нәрсе түседі, соны сұрайтын едім. өзім осы актерскийге қызыққаннан кейін Алматыға, Астана қаласы, Нұрсұлтан қаласындағы Шабыт университеті бар. Білім ордасы бар. Енді Алматыда бар, мысалға Темірбек жүрген. Мысалға соларға түсетін едім. Ал 30 жасқа келгенде сен не істейсің? Осы жасқа келгенде блогер болатын секілді. Семья құрып, жұмыс істеймін. Қандай? Бизнесмен боламын. Немесе бағана чемпион боламын. UFC-дан. Ары қарай жалғастыра беремін. 30 жасында сол ата-анамның амандығын тілеп жүре беретін едім. 30 жасқа келген кезде бала шағалы боламын. Үй аламын, машина аламын. Сосын мен бір қыз аламын. Ол бір бөпе туады, соларды өсіріп асыраймын. Үйде отыратын шығармын. Үйде отырасың? Бала шағаға қарап? Өзім қалағанды жасап жүретін едім, ешкімге қарамай маған. Если бұл дұрыс емес деп айтсам, мен все равно оған қарамай өзім қалағанды жасайтын едім. 30 жасқа келгенде мен өзімді продюсер деп елестетер едім. Себебі менде режиссерский қабілет бар деп айта аламын. Барлық қандай киноға қойса да басқарып шыға аламын деп белсенді түрде айта аламын. 30 жаста мен өзім Құдай қаласа Нұрлан Қоянбаев сияқты өзім білмеймін, енді кино түсіремін. Нұртас Адамбай сияқты, мысалға комедия, драма деген сияқты сондайлар түсіретін шығармын. Сол кезде өзімнің қойған мақсатыма бір табан болмаса бірнеше табан жақындап қалған өзімді көрем солай. Керемет. Бизнестің бастаған адамды көрем. Елестетші, сен Шымкент қаласының әкімі болып кеткен. Сенің алғашқы істейтін ісің қандай болады? Менің ең алғашқы ісім қалаларды жаңартып, ауылдарды дамытатын едім. Бұл кезде елестету өте қиын, бірақ адам елестете білу ол өте дұрыс. Елестеткен сайын адам дамиды, өседі, өрбейді. Мен жалпы әкім болсам, енді қаншама құмды далаларда халық тұрып жатыр, аралда мысалға. Соның бәрін мысалға Шымкентке көшіру керек деп ойлаймын. Жол салатын едім. Жол? Не? Қай жерде? Қай жер? Ауылға да көмектесем. Өзім 4 ауылым бар, жоқ 3. Сол 3 ауылға да көмектесем. Қалалықтарға сыйлықтан үй тапсырушы едім. Машина, үй, телефон дегендер. Күшті. Бірінші өзімнің көшеме асфальт төсеймін, сосын кедей адамдарға үй салып, қал жағдайларын жасаймын, сосын жол жөндеймін. Планың бастықтар қандай план береді, соны орындау. Сен ғой бастық.
жоқ дұрыс қой сол басқа да не болмаса президент болмаса басқа да парламенттер несінен не келетін болса соны орындайтын едім. Солардың қандай бұйрық келеді, соны орындаймын дейді. Менің халықты жақсартып, елді көркейте беретін едім. Қалай? Мындай мысалы ойнайтын алаңдарды одан сайын әрлетіп, тағы да басқаларды істей беретін едім. Осы кезде, может, жігітіме алдырып кетсем. Жігітке Не істеді? қалдырып кетсем да жұмысты. Жұмысты ма? Өзінің жігітіне әлде жұмысшыларға ма? Өзім жігітіме. Сен өзің жігітіне жұмысты істеткізіп қоясың, өзің бар қыдырасың. Танымал актриса болу үшін не істеу керек сенің ойынша? Мен ойымша өзінің өнерінде басқаларға көрсету керек, өтіне алмау керек. Оқу керек, көп киноға түсу керек. Еңбектену керек. Сол еңбекпен жетесің алға. Танымал болу үшін оқу керек және де киноларға түсіп, үйреніп, еркін сөйлеп, еркін жүріп, қорықпау керек. Танымал актер болу үшін көп еңбектену керек, көп іздену керек, еріншек болмау керек. Мысалға, адам өзін басқа біреумен салыстырмау керек, шетелдегі актерлармен. Кино түсіру керек, көп ұялмау керек. Подписчикке байланысты емес, бірақ сондай. Біріншіден ақша беру керек. Сөйтіп барып. Содан кейін барып. Енді камерадан сол уайым қайғының бәрі жоқ болу керек. Әйтсе ондай танымал актер бола алмайсың. Мен өзім ойлаймын, актер болу үшін ақылды болу керек, және бір нәрсені ұқып тұстау керек, және оның өз орны болады. Ол ойырде бір адамдарға бірдеңе айтып, соларды жазып отырады деп ойлаймын. Мама, папа, привет. Не істеп жатсыздар? Үйдегілер қалай? Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Осы жерге алып кел десеңіз, алып келдіңіздер. Тренировкаға да барасыздар. Болды. Сәлем, папа, мама, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Анашым, әкешім, аташым, апашым, мен сіздерді жақсы көремін. Құрметті менің ата-анам, сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Осында киностудияға, академияға жібергендеріңіз үшін, мүмкіндік ашып бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғыс және де сәлем жолдаймын. Менің әке-шешеме бірінші очередь мені дүниеге әкелгеніне, осындай дәрежеге жеткізгеніне, осындай мені бағып өсіріп, барлық талабымды істеп келгеніне өте қатты басым деймін. Рахмет айтамын. Абылайға және мама и Дише, потом Амин апке, сіздерді жақсы көрем. Киностудия Мейрамнан жалынды сәлем. Мен ата-анамды қатты жақсы көремін. Мен оларды қатты вообще ондай өмірде қалай жақсы көрем, дәл солай жақсы көре берем. И мен өскен кезде оларды бағып қағып отыра беремін. Мен сендерді өте жақсы көремін. Осы киноға түсе беріңдер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Папа, мама, сіздерді жақсы көрем. Отбасымның бәрін жақсы көрем. Туысқандарымды жақсы көрем. Тамаша. Арай, рахмет саған. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Көп рахмет бүгін бізге келген үшін. Саған сәттілік тілеймін өнер жолында. Ал
келесі бағдарламада сенімен тағы да жүздесеміз деген ойдамын. Иә? Құрметті достар, егер де сізде өз балаңызды біздің бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған нөмірге жазылып, Жұлдыздар академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Динара Нұрбабаева және де Жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.